Қағбан көрген кездегі сезім. Қағбан көрген сезім. Көтердіңіз, көрдіңіз. Жүрек қандай болды ана жерде? Жүрек деген енді айтқаным секілді, оны сөзбен айту еш мүмкін емес. Прям мешітке кіреміз, кіріп қаптауға жақындаған кезде басым түсіріп бара жатырмыз, бірақ уже ұмытып қалғам. Не айтамын қазір, не айтамын. Түсінеді, так, не айтады, мынаны тілеймін, үлгеремін ба деп ана жақта уже қобалжу босап кетті да қатты. Келемін, бір уақытта үлгермей қалдым, көздерімді аша беріңдер дейді да. Мен дұғам дайын емес әлі, короче. Есіме кетті жаңа айтқан сөздердің ең керемет хабардың бірі. Компаниямен барған қаншалықты маңызды, жетекшімен барған қаншалықты маңызды, қазір енді своим ходом дегендер шығып жатыр ғой. Алғашқы барған адамға қайсы вариант дұрыс негізі? Әль-Фердаусқа дейінгі тамадым, болашақ жарым, бірге партнерім боласыз ба деп кәдімгі қолымнан тақшын алып шығамын да, приготовим. Көзі банк аузын ашқан ана жерде шок еді, қалай деп, вообще күтпеген ғой, сөз сауатын күтпеген. Жалпы Мекке Мукаррамада 120 жақсылық берілетіндігі жайында айтылады. Оның 60-ы Каба-и Муаззамға тауап еткендер үшін, 40-ы Әл-Харам мешітінде намаз оқығандар үшін, бұл жерде барлық намаз кіреді. Және де жамағатпен оқылған намаз 27 есе көбейтіліп беріледі. 100-27 ойлай беріңіз сауабы бар жағынан. Барлық нәрсені ұмытасыз. Барлық нәрсені ұмытып, тып-тыныш жүрек. Сезім болды андай, мен үйдемін деген сезім болады ғой, үйге кірген кездегі бір жайлылық, тыныштық сезімдер. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызмет Саяхат YouTube каналының оқырмандары. Бүгін бізде жаңа шығарылым, жаңа форматта. Осыған дейінгі барлық сұхбаттарымыз көбінесе интервью форматында болса, бүгін жеңіл форматта, яғни подкаст форматында болады. Бүгін бізде бірден бір емес, екі қонақ келіп отыр. Қазір өздері жайлы таныстыра кетсе, бүгін таныстыру кезегін бірінші болып, Асылбек мырза, өзіңізден бастасаңыз, үлкенге құрмет. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатух. Менің есімім Асылбек. Жалпы Қостанай облысы Торғай өңірінің тумасымын. Жалпы 32 жастамын. Дәл қазір Қызмет Саяхат қажылық умра компаниясының Астана қаласындағы филиалында сол жерде жұмыс атқарудамын. Келесі Ақжол мырза, өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Есімім Ақжол, Талдықорған қаласының тумасымын. Қазіргі таңда екі маңызды направлениеда жұмыс істейміз, қызмет атқарамыз. Біріншісі білім саласында, то есть оны мектептерге, академияларға білім продуктын құрастырамыз. Мысалы, универдағыдан 4 жылдық программаны 4 айға 3 айға қысқартып, ең эффективді түрде өтетін жолды программа обучения құрастырамыз. Екіншісі кәсіптерге отделдар немесе толық бүкіл кәсіптің системасын құрастырамыз. Осы екі маңызды саланы қазір сол салаларда қызмет жолындамыз. Бойдақ емес. Бойдақ емес. Енді мен таныстыра кетейін өзімді. Есімім Арнұр, жасым 21-де, Жамбыл облысы, Меркі ауданының тумасымын. Қазіргі таңда осы Қызмет Саяхат компаниясында маркетинг және де сату бөлімінің басшысы ретінде жұмыс атқарып жатырмын. Енді бүгінгі тақырыпты, бүгінгі подкастты былай бөліп қарастырсақ, барлығымыз енді Алланың қалауымен умраға барып келдік. Умраға дейінгі кезең, умра кезеңі, умрадан кейінгі кезең деп үшке бөліп, осы уақыттағы қызықтарын, сынақтары жайлы бөлісе кетсек, және де көріп отқан көрермендерге айтайық, осы сұхбат барысында енді біз орысша сөздер қолданып кетіп жатсақ, алдын ала кешірім сұраймыз. Енді айта кетсек, Асылбек мырза, сіз ең алғаш умраға қай жылы бардыңыз? Қай уақытта? Мен ең алғаш умраға емес, ең алғаш мен қажылыққа бардым. Аллах тағала сондай бір нығмет нәсіп етті. 2015 жылы еді. Және де тек қана қажылық жасаумен бірге қажыларға қызмет ету нығметі де нәсіп болды. Ол жерде сондай бір қажылық саласында мұназым деген бір қызмет түрі бар. Яғни қажылардың ана жақтан қажылар Сауд Арабиясына бармастан бұрын барлық ресми құжаттар Сауд Арабиясы мен қажылық министрлігі арасында жасалатын екі жақты ресми құжаттар, одан кейін жаңа қонақ үйлермен келісім шарттар жасалу деген секілді. Сондай қажылар сол жаққа барған кезде күтіп алу және де барлық сол жақтағы қажылық процесінде қажыларды сопровождать етіп отыру, егер жаңа сырқаттанып қалған қажылар болып жатса, былайша айтқан кезде аудармашы қызметінде атқарған болатынмын. Сол алғашқы жылым жаңағы тек қана қажылық емес, жаңағы қызметте болғаннан кейін қатты қобалжулы болдым. Өйткені 2015 жылы еш тәжірибемде жоқ еді. Не істерімді білмедім. Шыны керек болатын болса, сол жердегі ұстаздардың айтқанымен әсіресе жаңағы қажылық үкімдерін, әрине біз жаңағы өзім дінтану бөлімін бітірген болатын, бірақ та қаншама оқыдық ол кітаптарды, қажылық қалай жасалады, қажылықтың шарттары, рүкіндерін бәрін оқыдық, бірақ
практикаға келген кезінде иә тіпті бөлек болады екен иә барып көрмеген екенбіз жарайды оқыдық естідік бірақ барған кезінде жаңағы не қалай жасалатын ана жерде сондай қобалжу қол аяғымыз зілдеп қысқаша айтқан кезінде көз алдымнан тез өтіп кетті еш түсінбей қалдым бірақ әрине алғашқы қағбаны көру сәті ол өте ерекше бір сәт әлі күнге шейін есіме кетпейді осы уақытқа дейін 6-7 рет үлкен қажылыққа барған екенмін иә умра енді одан да көп бару нәсіп болды енді жалпы осы салада осы дейде қызмет етіп жатқаннан кейін бірақ алғашқы бару сәті ол өте ерекше есімнен кетпейді жаңағы көзімізге жас келіп жаңағы ықыласпен шынайы енді алғашқы қағбаны көру сәті ол өте зәулім көз алдына келген ана жерде айтады ғой ұстаздар кірер кезінде басымыз төменге салбыратып жаңағы дұғамызды айтып ләббайкімізді айтып сондай бір толқынмен барамыз қағбаны көзімізді ашып жоғары көтеріп жаңағы алғашқы сәлем бар ғой бисмиллахи аллаху акбар деп несін сәлемдемесін берген кезінде сол кезінде жаңағыдай ерекше бір толқу пайда болды қобалжып жаңа қағбаны алғашқы көрген кезде жасаған дұғалар қабыл болады деп айтады бірақ не айтарымызды білмей ана жерде қолым өзіме сұрарым ба жаңағы кім туыс туғанға ма әке шешеме сұрарым не айтарымды білмеймін шыны керек жаңағы бір жағынан қызметінде толқу болды қобалжу болды сонымен сондай бір бірақ қызықты болды өте қызықты болды сонымен қатар 2015 жыл барлықтарыңыз білетін шығарсыздар қажылықта өте бір қиын бір жыл болды көптеген жаңағы көрген шығарсыздар иә кран құлады жаңа тауаф матаф аймағына кран құлаған қаншама адам қаза тапты сол жерде сондай бір сынақ үйдегілер уайымдап жаңағы дереу хабарласып не болып жатыр деген секілді қысқаша айтқан кезінде сондай бір тез өтіп кетті бірақ қызықты бірақ әлі күнге шейін есімде шықпайды сондай бір керемет бір сәт керемет Асеке енді біз қазір сіз сразу озып кеттіңіз да мына нәрсені сұрағым келіп тұр да алғаш рет бардыңыз ғой сізге келді де айтты Асылбек осылай сен кіші емес үлкен қажылыққа бірден барасың деген сізге хабарлама қай уақытта кімнен жетті және де сол кездегі сезім қызық бізге ол кездегі алғашқы мен еш ойымда жоқ еді өзім шаруалармен жүрген кезінде алғашқы қызмет саяхатқа да сол жылы мен қабылдандым қызмет саяхатқа маған жаңағы ол кезінде Абдусамат дейтін қызметкер болатын сол хабарласып менімен танысып жаңағы сүйіншісін айтып маған екі бірдей былайша айтқанда сүйінші біріншісі қажылық компаниясына қабылданғанын айтты екінші қажылық кезеңі жақында қалған еді қажылыққа баратындығын айтты бірден айтты сол кезінде жаңағы қатты бір толқу қуаныш бірақ уайымда болды да ар жағынан қалай болады екен өйткені жауапкершілік өте маңызды жаңағы мұназым қызметінің бүкіл қажылар Қазақстаннан барған компания ретінде алып барған қажылардың бүкіл не жағынан аман есен барып аман есен қайту жағы ол тікелей мұназымның қызметі болып табылады сол жағынан да қобалжу болды бірақ иншалла Алланың жәрдемімен жақсы атқарып аман есен әйтеуір қажылар бізбен елімізге оралдық Асеке сіздің алғаш барған кезіңізде қалай келгенін барғаныңыз жайлы енді ойыңыз тыңдадық Ақжол мырза сіз ең алғаш умраға қай кезде барып едіңіз және де қандай хабарлама кімнен келді кім айтты мен айтамын мен өзім қызығам бар ғой мысалы умраға ең алғаш барған кездегі адамдардың оқиғаларын сынақтарын айтып береді оның өзі бір әсерлі да адамдарға әртүрлі әркімнің бару тарихы өте керемет барғаныма шүкір Алланың қалауымен 4 айдан асты біз 31 июль бардық 11 август осы жыл бардық айтып келдік а вот егер де оған дейінгі кезең айтсақ қазіргі қалай барғанды қандай хабар келгенін 7 май күні ол кезде үйленбегенмін әлі болашақ бойдақпын болашақ жар мамандым екеуміз бүйтіп ол кісі обучение отырмыз смартпойнтта бірінші қатарда отыр ол мен үшінші қатарда отырмын спикер сөйлеп жатқан жақта тыңдап отырмыз да былай бір уақытта бүйтіп қара қап көзім түсіп кетті да ойланып кеттім ойымда алла тағала сондай сезім салды қабатова отыр оның дәл алдында мен және жұбайым тұр кәдімгі екеуміз қабатовада уже сол жақта жүрген сияқтымыз сондай бір керемет әсерлі фильмдерде болады ғой қатқан моменттер бүкіл әлем бетін қозғап отыр сен қатып қаласың екі әйел замедленный кадр сумо кәдімгі сондай әсерлі сол сезімде оказывается бір 30 минут 40 минут отырыппын оказывается отырмын да ешкім естімеймін сол жақта отырмын жаңағы сезіммен шақырту ретінде қабылдадым да соны ескерту шақырту ретінде қабылдадым да кәдімгідей бір ұмытып кеттім бүкілін обучение отырмыз ана жақта жаңағы біреулер звондап жатыр жазып жатыр вообще ештеңе есімде жоқ соны ескерту ретінде қабылдап сразу же одан кейін обучениеден кейін барып сол хабарламасы бар ұстаздарға барып сұрадым осы сезім келіп тұр не істесем болады деп и сол кезде маған сезімге сен қазір сезімді алда қабылда шешім қабылда барамын деген
шешім қабылдасаң, алла тағала әлбетте саған ең көркем түрде сол жаққа бару жолын нәсіп етеді деп. Шешім қабылдап, одан кейін сол алланың қалауымен 3 айдан кейін ба сол жақта тура сол картина жаңағындай, бірақ уже яғни осы жылы сіз қай айда бардым дедіңіз? 31 июль бардық біз. Одан 31 июль мен 11 август тамыз аралығында. Дежавю болған ғой бірінші былайша айтқан кезде, одан кейін соны қайта. Тура соны бүйтіп көрдік қой. И сурет түсіріп алған екеуміз. Керемет. Сондай әсерлі. Енді менде де бір немен болды, оқиғамен болды. Енді мен алланың қалауымен осы алдыңғы жылы 21 желтоқсанда шығыппын мен Алматы қаласынан ше. Бірақ оған қалай себеп болды? Мен енді оған дейін де қажылық компанияда жұмыс жасап жүрдім да, басқа қажылық компанияда жұмыс жасап жүрдім. Бірақ жүрегімнің түбінде бір умраға бару деген ой болған, бірақ ойлап жүре берген ғой. Әрекет жоқ, ниет жоқ, дұға жоқ. И бір күні осылай өзімізде квартирада балалармен отырып, сол кезде жігіттер айтып қалады да, давайте жаңа жылда умраға барайық деген секілді идея тастап қалады. Сонымен айтамын да, ойлап тұрдым. Менің ойымда андай бір нәрсе бар. Ол жаққа бару үшін ақша керек. Ол жаққа бару үшін бір тақуа болуым керек, ол жаққа бару үшін бір күшті бір нәрсе болуым керек деген ой болды. Сонымен қасымдағы жігіттер айтады да, жоқ ол жаққа ақшасыз барып келіп жатыр қой, ол жаққа бару үшін ниетіңді дұрыста, намазыңда дұға тіле деді. Соның ертесі күні бірден іске кірістім да, практикаға етедігі. Жұмысқа барамын, намаз уақытысында тілеймін. Аллахтың қалауымен уже 18 күн қалған жаңа жыл, жаңа 21 декабрьге, бірақ қалтамда көк тиын жоқ та. Бірақ бір күні умраға баруға бір апта қалған кезде бір оқиғалармен алып келіп Алла тағала сол умраны маған сыйлық қылып береді да. Сол кезде жаңа қасымда айтып жүрген жігіттердің сөзі дәлел болды да. Ол жаққа бару үшін ең бірінші дұға етуің керек. Бірінші ниетіңді жаңартуың керек, ниетің түзу болу керек, екіншісі дұға болу керек, бірақ екеуіне де тағы бір подтверждать ететін ол әрекет болу керек деді да. Уже әрекет жасап бастауың керек, умраға барам деп алғашқы не жұмыстарын жасап дейді да. Осылай Аллахтың қалауымен алғашқы умра сапарыма мен ешқандай ақша төлемей бардым. Осындай болған. Енді мынандай ғой, барлығымыз умраға баратын кезде алғашқы умраның алдында сынақтар болады дейді. Осындай сынақтар болды ма? Умраға дейін, осы алғашқы барғанға дейін бір әркім әртүрлі сынақтармен сыналған екен да осы тұста бір. Енді барғанға дейін демейін, енді мен жаңа айттым ғой, Аллаға шүкір көп рет умраға бардым. Кейбір кездерде жаңа жетекші гид қызметін атқарып барғанда кезеңдер болды. Енді кейбір сәттерде болады, жаңағыдай өзімізге қатты сеніп кететін кезеңдер болады. Жаңағыдай мен бітті, үйрендім, барлығын деген секілді. Бірақ қиыншылық кездесу керек қой, машақаты болу керек қой. Міндетті түрде бір күтпеген жерден, тәжірибеміз жоқ жерден бір сынақ келеді да. Жаңағы кейбір группаларда жаңағыдай боран болып самолеттің кешігуі. Немесе жаңағы барған кезінде енді Мекке қаласында адам көп болғаннан кейін жаңағы қонақ үйдің тазалықтарды жасап үлгермей шыққаннан кейін тазалап екінші группа кіру керек қой. Кейбір кездерде күтіп қалатын кездер болады қажылардың. Немесе жаңағы Мекке қаласында намаз уақыттары барлық нені жауып тастайды. Жолдар жауып тастайды. Пробка былайша айтқан кезінде сондай кезде кешігу сәттері болады. Деген секілді түрлі қиыншылықтар, сынақтар болып отырады, кездесіп отырады. Сол үшін енді қайсы біреуін айта берейін қазір кездескен сынақтарын. Енді жаңа айтып отырмын ғой, мен ұмытып қалдым десе де болады. Уже қаншама неге барғаннан кейін, жаңағы ең алғашқы барған сәтім есімде. Одан кейінгілер уже, бірақ айтқым келгені, әр барған кезінде өзіндік бір сынағы болады. Кейбір кезде денсаулығы жағынан ауырып қаласын, жаңағы барайын деп жатыр. Және де мынандай бар. Қажылықтың немесе умраның сынағы кейбір кездерде бұрын келеді, сынағы. Кейбір кездерде сол қажылық умра кезеңінде келеді, кейбір кездерде барып келгеннен кейін болып жатады да бұл сынақта. Ондай да кездесіп жатады. Біз тек қана сол баруға дейінгі немесе сол жақтағы немен есептейміз ғой, былайша айтқанда сынақ болып болма, бірақ келгеннен кейін де сынақтар болып жатады. Ондай да бар. Онда көріп, енді өзім тәжірибемнен, өзім басымнан өткеннен кейін айтып жатқаным жоқ алпа. Әрине, енді сіз жетекші болсаңыз қайбір сынақтар есіңізге алады. Әрине ол. Ағыл болса сізде сынақтар умраға дейін болды ма? Умраға дейін де, умра кезінде де, умрадан кейін де болды бізде. Умраға дейін айтсақ, әртүрлі сферадан болды. Біріншісі жаңа өзі үйленбегенмін ғой әлі. Бірақ жаңа болашақ, ол кезде болашақ әйелім деймін, болашақ әйелімнің атнасымен танысқанмын ол кезде, ниетімді бітіргенмін, осы үйленейін деп жатырмын деп. Одан кейін айттым, ол кісілерге біз осы қажылыққа барайын деп жатырмыз. Егер де ол да барса, қасында ағасы махрам ретінде барса, қалай болады екен деп сұраймын. Бірінші иә дейді. Бірақ одан кейін сол умраға жақын қалған кезде 20 июль ме екен, бір шуға 10 күн ба, бір жақын қалған кезде түнгі сағат 11-де маған ағасы айтты, осылай біздің әулет қарсы болып жатыр, сендер баруларыңа дейді.
а біз умраға баруға қарсы отыр дейді аха. А бізде уже бронь тасталған, бәрі келісілген, уже бүкіл запланировано да уже кәдімгідей. Қарсы болады. Так, не істеймін деймін. Сразу қобалжу пайда болады. Ондай менде не болады кішкене бүкіл планмен бұзылып кететін болса, онда қалай болады екен деген сезімдер болды ол кезде. Одан кейін сразу дұға болды, одан кейін ұстаздармен сөйлестім, қалай болады екен, не істейді екен деп. И сол кезде еще как раз таки бір-екі проект жүргізіп жатқан болатынмын. Ол жақта ақша түсу керек болатын маған, ақша түскеннен кейін сразу жауап түсу керекпін, и шұраға дейін бәрі керемет болу керек болатын да. Ол тоже прям сол моментта отмена болады, короче. Қаржылай да получается, жаңағындай қарым-қатынаспен де қыспаса еді жаңағы жақтан кәдімгідей. Умраға дейін кезең басталып Умраға дейін кезең. Иә, умраға дейін кезең. Даже шардың алдында прям біз 31 күні таңғы сағат 5-те ұшу керек болдық. Түнгі сағат 11, там буквально аз сағат қана қалды ұшуға, қалтамда қараймын, каспи 0 теңге менде. А біз жақта ұшайын деп жатырмыз уже. Тоже бір сынақтардың деңгейі да. Жаңа сіз айтып отырсыз, әртүрлі кезеңдерде болды ма? Иә, әртүрлі сынақ. Соның ішінде маған келгені умраға дейінгі кезеңде сынақ болды да. Мысалы мен умраға барамын деп ниет етіп жүрмін, әлі факт емес та, яғни 21 күнгі группамен ұшуым. Бірақ ниет етіп жүрмін. Жақындаған кезде жаңа айттым, бір 4-5 күн қалғанда ма, бір 3 күн қалған кезде маған сыйланады умра. Менде загранпаспорт жоқ та. Бағамай. Сөйтем де аяқ асты соңға барам, ол еще сводқа басып кірсенеге түсіп қалады алғашқы 2 күні. Мен де ана жерде уайым билет алып қойғам. Сөйтіп дүйсенбі күнгі таңғысын барам, кешкісін ұшуым, түйсенбі күні барамда айтамын ғой, мен бүгін ұшайын деп тұрмын. Ускорениемен төлеймін, кешке дейін жасап беріңіздерші деймін. Олармен үйтіп шығып әйтеуір келісіп, рахметін айтып, Алла разы болсын деп кешке дейін жасап беруге болады. Кешкісін сағат қанша 6-ларда болсам, загран әлі дайын емес қой, меніңше. Кешкі сағат, түнгі сағат 1-де ма 2-де ұшып кетемін да. Күтіп отырым. Бір кезде сонда да шығып, уже 6-тан кейін барып бермейді екен. Қайттан кіріп, бір сұрай салайыншы деймін да, бір подтверждение кіріп сұраймын ғой. Сөйтсем менікі дайын екен да, қуанып кетемін. Енді аламда ендігі ой, виза қалай дайын болады түнге дейін деймін ғой. И уайым жібереміз загранды, визаға тапсырып қоямыз, виза отказ келеді, короче. Алғашқы сондай болмай тұр, дайындалмай жатыр дейді да. Уайым ниет мынандай ғой, Алла тағала көмектеседі, короче, мен бара берейін аэропортқа деп, түнгісін қасымда дос балам бар, екеуміз аэропортқа шығып кетеміз. И бір кезде виза тарататын кісі келе жатыр да, ана жерден менің есімім аталса екен деген дұға ғой, короче. И отырып бір кезде соңына жақындаған кезде менің есімім аталды. Ана жердегі енді қуаныш, ана кездегі сезімді бәше айтып жеткізе алмаймын да. Умраға дейін осындай бір сынақтар болған. Енді Аллахтың қалауымен барлық сіз алғашқыңыз үлкен қажылық болыпты, умра болыпты. Енді мына бір нәрсені қозғағым келіп отыр. Аллахтың қалауымен бардық қасиетті мекенге. Ең бірінші енді қонақ үйге орналаса сап, бірінші көретініміз не? Қасиетті Қағбада. Ең алғаш Қағбаны көрген кездегі қандай дұға тіледіңіздер? Бірінші сезімдеріңіз қандай болды? Екінші қандай дұға тіледіңіздер? И қаншалықты орындалды? Сол жайлы айта аласыз ба? Енді мен бағана айттым ғой, қатты қобалжу болды. Қалай өтіп кеткенін еш түсіне алмадым былайша айтқан кезінде. Бірақ бізге жаңағы ұстаздардың айтатыны бар. Адам Қағбаны көрген кезде солай қобалжитын, не сұрарын білмей қалады дейтін. Есімде қалып қойғаны, ұстаздың айтқаны, ғалымдардың несі екен бұл? Я Раббым, осы уақытқа дейін жасаған дұғаларымды, осы уақыттан кейін жасайтын дұғаларымды қабыл ет десе, оның ішіне былайша айтқанда понятие растяжимый да, былайша бәрі келеді. Осы уақытқа шейін Алладан көп нәрсе сұрадық, әлі де сұрайтынымыз бар. Сол үшін сондай бір дұға жасағаным есімде бар. Әрине сонымен қатар дәл қазір енді қаншама жыл өтті, не сұрағанын білмеймін. Бірақ мынаны айта аламын, жалпы осы уақытқа дейін Аллах тағаладан сұраған нәрселерімді Аллах тағала беріп отырды. Оны сенімділікпен айта аламын. Аллах тағаладан көп нәрсе сұрадық, оның барлығы өзі орындалып келе жатыр. Иншалла бұдан кейіндегі жасайтын дұғаларымды Аллах тағала қабыл етеді деген бір үміт әрдайым. Иншалла. Қағбаны көрген кездегі сезім. Қағбаны көрген сіз көрдіңіз, жүрек қандай болды ана жерде? Жүрек деген енді айтқаным секілді, оны сөзбен айту еш мүмкін емес, жеткізе алмайсың. Сондай бір ерекше бір құбылыс, ерекше бір сезім, көзге еріксіз жас келіп, сондай бір не болады. Мүмкін Аллах тағала бәрін білуші, жаңа қараңғы түнде қара тастың үстіндегі құмырсқаның жүрген аяқ дыбысын естіп көреді дейді. Сол секілді әрине біздің жүрегіміздегі тілмен жеткізе алмасақ та, тілмен айта алмасақ та, жүрегіміздегі ойлаған арман мақсаттарымызды, дұғаларымызды қабыл етеді деген сондай үміттеміз. Иншалла қабыл еткен болу дейсіз. Сіз сезіміңізбен бөліссеңіз.
Сіздің қазір бір қызықты оқиғаңыз бар, оны жақындаған кезде айтамын қазір, енді келе жатыр. Ең бірінші қағбаны көрген кездегі сезіміңізді айта аласыз ба? Болды. Қағбаны көрген кезде жаңа ұстаздарымыз үлкен рахмет, алла разы болсын. Бізге ескертті да, ұмытып қалуы мүмкін деп. Мен ана жаққа барғанға дайындалып келгенмін, кәдімгі жазып дайындалып, мощно, бірақ бәрі мешітке кіреміз, кіріп қаптауға жақындаған кезде басым түсіріп бара жатырмыз, бірақ уже ұмытып қалғанмын. Не айтамын түсінеді, так не айтады, мынаны тілеймін үлгеремін ба деп ана жақта уже қобалжу босап кетті да қатты. Келемін, бір уақытта үлгермей қалдым, көздерімді аша беріңдер дейді да, мен дұғам дайын емес әлі, короче. Сол кезде есіме түсіп кетті жаңа айтқан сөздері ұстаздардың. Ең керемет дұғалардың бірі осы уақытқа дейін, осы уақыттан кейінгі дұғалар, тілеген дұғаларын яраби қабыл ете көрші деген дұғаны айтыңдар деп. Содан бастадым. Одан кейін салауаттар бар, бүкіл сфераларыма тіледім жаңағыдай. И қатты есімде қалғаны, мына дұға есімде қалыпты, орысша тіледім да. Пожалуйста, Аллах, одари нас нужными знаниями, нужными людьми, нужными качествами и навыками для того, чтобы мы смогли достигнуть нашей цели, и для того, чтобы мы смогли помочь в достижении других людей их целей деп. Қазақша я рабби маған бізге керекті білім, ақпарат, качество, навык дегенде қабілеттермен керекті білімдерді, керек адамдарды барлығын нәсіп ете көрші, чтобы біз алдық қойған мақсаттарымызды, армандарымызды жетіндей, және де басқа адамдардың бақытты, бай әрі қуатты и армандар жетуге себепкерлік ететіндей дегенді дұға айтып, одан кейін жаңа қорған мәселелерін дұға айтып, бір ұзақ дұға айтып тұрған жерден ұстаздарды кет жаңа үлгермей қалдым да жақта. Жүректегі сезім, жүрек деген кәдімгі дүрсілдеген кезде жүрегің қатты соғып тұрады, бірақ бір қарап қалған кезде қайтадан айналасында қабат болған адамдар қозғалып жүр. Өте көп адам жақта, қаншама мыңдаған адамдар бар, 100 мыңдаған адамдар бар, бірақ ешкім көрмейсің, сен ғана қабат қарап тұрсың. Кәдімгідей киносың ғой жерде, кәдімгідей жүресің. Машалла, керемет сезім. Спокойствие, умиротворение жаңағыдай, бір жүректе тыныштық, керемет. Жүрек тыныштық. Барлық нәрсені ұмытасың. Барлық нәрсені ұмытып қалып, тып-тыныш жүрек. И сезім болды андай, мен үйдемін деген сезім болады ғой, үйге кірген кездегі бір жайлылық, тыныштық сезімдер. Сол сезімнің максимальный деңгейі болды кәдімгідей. Өте керемет. Енді бізде жаңа группамен келе жатырық қой, енді Қағбаға келіп қонақ үйімізге орналастық та, қазір Қағбаға барамыз дегеннен бастап аяқ үйіп бастады, аяқ ана табаннан бастап үйіп бастады. Бірақ та жаңағындай қараймын, айналамдағылар қолдарына бір нәрсе жазып алған, бізге енді айтпағанда еш нәрсе жазып бармағанбыз дұғаш. Әйтеуір мынаны сұраймын деп барамыз. Қағбаға бастарыңызды түсіріңіздер, Қағбаның алдына келдік дейді. Ана жаққа қарап жібергім келіп тұр да, бірақ енді ұстаз айтқаннан кейін қарамай жақындап келе жатырмыз. Сол кезде де бізге айтқан сол дұға болды да, енді осы кезге дейінгі күнәларымды кешір, алдағы күнәларымды кешір, осы кезге дейінгі дұғаларым қабыл ет. Сол ғана есте қалған. Ал енді бастарыңызды көтеріңіздер деген кезде қараймыз, шоковое состояние. Сол дұғаны айттық. Болды, қалған нәрселердің барлығы ғана кетіп қалды. Вот бір картинаны, телефонда картиналар көреміз ғой, тура сондай сезім болды. И сол кезде менде бір оқиға болды да, сол қатты жүрегіме андай бір тиіп қалды. Кейін отырып ойландым да оны. Сіздерден жаңа айтып жатсыздар ғой, алғаш Қағбаны көрген кезде көзге еріксіз жас келді деп айтып жатсыздар ғой. Неге екенін білмеймін. Мен Қағбаны алғаш көрген кезде шоковый состояниемен тұрып қалдым, бірақ жылай алмаймын да. Мен де жылай алмаймын, короче. Кейін өз-өзімді андай болып кінәлап бастадым. Сенің неге мен қатып қалғаным, сондай эмоциялар болды да. И кейін жаңағы сол кезде біз енді достарыммен бардым ғой, бір жерде тамақ ішіп отырып, сол жақта Альбаик деген бар. Альбаикті жеңген. Альбаикта тамақ ішіп отқан кезде жаңағы қасымдағы жігіттерге айтамын ғой, осылай Қағбаны көрген кезде бір нәрсе айтайыншы, менде проблема бар секілді. Күнәһармын ба мен деп. Қағбаны көрген кезде жылай алмадым, короче, деп айтсам, қасымдағылар айтып отыр. Бізде де сондай сезім болды дейді. Сөйтсем оны кейін ұстаздардан сұрай келсек айтады, сендер осы умраға келгенше Қағбаны күнде көріп, видеоны көріп, сол эмоцияны сезінесіңдер да, Қағбаны келгенде шоковый состояниемен жасып шықпай қалуы мүмкін. Это нормально дейді, короче. Сөйтіп те өз-өзімізді жұбаттық. Менің алғаш Қағбаны көрген кездегі сезім тура солай болды да. Бірақ кейде андай тұйылып қаласың да, бірақ 1-2 күн өткеннен кейін ба, бір жүрек жібігеннен кейін бар ғой, бір кәдімгідей жылап тұрып дұға етесің ғой. Ішіндегі бір жеке бір, мен білмеймін, өзімде де сондай болды да, кейбір жаңағы 2-3 күннен кейін бір, мәселесі мен Мәдинаға барған кезде сондай бір сезім болды, жаңағы тұйылып қалды ішімде бір тұрған не, айтып та жеткізе алмаймын, бірақ сондай бір сәт болды, жаңағы ағынан жарылып дейді ғой, сондай бір тілде сайрап тұрып, жаңағы ойыма барлық ойлаған дұғаларым келіп, жүрек жібіп, жаңағыдай сондай бір ерекше бір сәт болады. Жаңа айтып жатырмын, Қағбаны көрген кезде шынымен де
ол сезімді, мысалы қазақтың сөздік қоры өте мол ғой, бірақ сол сөздік қордың өзі жетпей қалады. Сөз сақтай алмай қаласың ғой. Енді одан кейін жаңағы сөз естігеннен кейін барып, это нормально, короче, Арнұр уайымдама, ол осындай оқиғалардан болуы мүмкін дегеннен өзімді тынышталдырамын. Бірақ екіншісінде жаңағы бәдәл умрадан келген кезде енді көздегі жас еріксіз кетті. Ол кезде уже сол ойладым, біріншісінде может шокпен шықпай қалдым деген секілді болды да. Енді Аллаға шүкір Қағбаны көрдік, алғашқы сезімімізді сезіндік, қасиетті мекенге келдік. Енді барлығымызға айтады ғой, осы Қағбадағы әрбір жасаған жақсылығың ол 100 000 есе көбейеді, әрбір жасаған жақсылығың 100 000 жамандығың 100 000 есе көбейеді деген секілді. Ол жақта байқаймыз, барлығы мейірімді, бір-біріне сыпайы. Бірақ мен мынаны байқадым да. Қағба қаласы, қасиетті Мекке қаласы үнемі суета болып жатады да. Движение, дауыстар, Медина қаласы өте тыныш. Сіздер соны сезе алдыңыздар ма? Меккеде барлығы шулап, бір-бірін естеп деген секілді. Сол бір оқиғаларыңызбен бөлісе аласыздар ма? Осы Мекке қаласында қандай бір қызықты. Мен осы тұста айта кетейін. Ақжол мырза, сізде өте керемет бір оқиға болды. Меккеде ма, Мединада ма? Мединада. Онда Мединаға келгенде айтамыз қазір. Мекке қаласындағы бір қандай бір оқиғалар айта аласыз ба? Енді жалпы Мекке қаласы біріншіден ауа райы да өте қатты ыстық. Иә, адамдары да жаңағыдай сәл агрессивный демек, былайша айтқандай бір у-шу движение сондай. Ал Мәдина қаласы расында да енді мүмкін мен ойымша пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сол жақта жатқаннан кейін жалпы адамдары да сондай бір жұмсақ мінезді, сыпайы, барлығы жайбарақат, асықпай сондай бір не болады жаңағы. Енді Мәдина қаласы адамның шынайы бет-бейнесін шығаратын бір қала деп те айтып жатады. Шынайы өзін танитын айтады ғой, жалпы Мединада өзіңді танығың келсе, Медина қаласында қалай жүріп тұрып жатсың, қандай күйдесің, сол сенің шынайы бет-бейнең дейді. Өйткені біз жалпы осы салада жүргеннен кейін көп байқаймыз. Жаңағы бізге алғашқы келіп тіркеліп жатқан кезінде басқа адам болады да, бірақ Мәдинаға барған кезде өзгеріп сала береді. Тіпті басқа адам, мына жақта бір айғай-шу, у-шу шығарып келеді. Жаңағы айтамыз, осы кісіні тіркеме қою керек еді. Ана жаққа барғасын, барған кезде қиын болып қалады-ау деген секілді ойын естиді. Бірақ адам сыртқы несімен не істей алмаймыз ғой, судить ете алмаймыз ғой. Ана жаққа барған кезінде кәдімгідей өзгеріп сала беріп, ұстаз деп соңынан қалмай жаңағы айтқанды істеп, екетпей солай жүретін кісілер болады. Жаңағы үлкен кісілер әсіресе жаңағы таяқпен жүре алмай жүрген кісілер ана жаққа барғанда балаша шауып кетеді. Аллах тағала тарапынан сондай бір күш қуат беріле ма, сондай бір не. Дәл сол секілді келген кезде өте сыпайы болып келетін адамдар бар. Жаңағы бір келген кезінде ұстаз, бірақ ана жаққа барған кезінде кәдімгідей өзгеріп, сөздері де өзгеріп, жаңағыдай әсіресе Мәдина қаласы деп отырмын ғой, сондай бір руханияты өте бір не болғаннан кейін, өте ауыр болғаннан кейін ба, жаңағы сондай бір айырмашылығы бар жалпы байқағаным өзім. Керемет. Сізде бір қандай қызықты оқиғалар болып еді? Қай қаланы айтайын, екеуінде де көп болды. Меккеге жаңағыдай өз жеке басымда сезінгенім именно бір ызғарлық сезіндім да. Мәдинада жайлылық, жұмсақтық болса, атмосферасы жайлылық, жұмсақтық, одан кейін уақыт ақырын өтеді екен да. Меккеде уақыт өтеді, одан кейін бір ызғарлық сезімдер, бір суықтау, кішкене адамдардың өздері тоже настрой жаңағыдай айтқандай жүреді да, кәдімгідей. Мединада мысалы жаңағыдай Әл-Харам мешітінен шығамыз, 800 000 адам ба, жүреді айналасында адам көп, бірақ вообще суета дым жоқ. Бізде мысалы қазір мына жақта 10 адам отырсын, суеттау ғой, кәдімгі. Ана жақта прям қасында 600 000 адам жүреді, бірақ тыныштық кәдімгідей. Меккеде мысалы кейде 2 сағат 1 сағат қалған кезіміз болды. Сол кезде Қабаттың алдында айналып жүрміз, и адамдарға қарасаң тоже біреудің қабағы түйіліп кеткен, біреу қандай телек кеткен, бір-бірін итеріп, ана жақта суеталар көп болып жүрді да. Сөйтіп бір уақытта жаңа айттыңыз ғой, жасаған күнәлардың өздері миллион есе салып, 1 100 000 өте үлкен еселеп көбейеді деген. Сөйтіп болды, 2 күн дейін ма қатарынан 1 сағаттан ұйқы болды. Өте аз ұйықтағанмын, аз ұйықтасаң сосын стрессқа кішкене бейімсің да. Бейім жүрмін, бір уақытта біреу иығымнан қағып кетеді, біреу мына иықтан қағып кетеді. Одан кейін тағы жағдайлар болып қалады, андай прям сынақ дейін кәдімгідей келіп жатыр да. Ана жақта я рабби астағфируллах деп сабыр сақтайсың. Тұрады да біреу тұрады басымен соғып жүреді, короче. Қасымда ұқсаса жинап кәдімгі ішінде араб дейді да, кәдімгідей типа что не істеватсың сен, соқпа деп. Тұрмын, сабыр деп. Сөйтіп сондай именно не жақтан физический сынақтар болды, көбінесе ментально, эмоционально еще. Сен кәдімгідей бір жынан ашуланның деп тұрады да, бірақ ашуланбайсың. Өз-өзіңді максимум ұстайсың сабыр етіп. Медина қаласында? Медина қаласында шүкір Алланың қалауымен болашақ жарыма жаңа сөз салдым.
Осы оқиғаны бір әдемі айта кетсек. Сол айтайын ба? Ақжол мырза, қай уақыт дедіңіз жаңағы сол? Сөз алған уақытым ба? Мына уақытыңыз? Мен 31 июль біз ұштық, 11 август келдік. Сөз салған уақытым 3 август пен 4 августтың түнде салдым да, 3 август салдым. Машалла, енді барша бойдақтарға енді осындай бір жұғысты болсын деп айтқым келеді. Бізде Ақжол мырза Аллахтың қалауымен өзінің қазіргі жұбайына қасиетті мекенде сөз салып сол жерде некесін қидырған, Жоқ, неке қидырған жоқ, некені одан кейін сөз салғанмын. Ол жақта тек сөз салдыңыз. Сол жайлы айтып бере аласыз ба? Өйткені мен сол оқиғаны естіген кезде өзім қызықтым. Бойдақпын ғой. Бұйыртса сіздің артыңыздан жолыңызды берсін деп ниет еттік. Сол жайлы бір айтып бере аласыз ба? Оның өзі бойдақтар үшін бір күшті не болады. Кәдімгідей бір марафон бастап кеткен сияқты болды да. Кәдімгі жақта ұстаздар да, адамдар да, жаңа скоро бір досым шығайын деп жатыр. Тоже жетсем дейді, кәдімгі сөз салып, одан ар жағына некелесем деп. Ананы естіп мен де машаллах я рабби, себепкерлік еткеніңе рахмет деп керемет болды да. Андай болатын басында мен әйеліме айтқанмын, саған ешқандай сөз салмаймын, не ожидай деп. Ол маған айтқан, пожалуйста, на природе, Қапшағайда, Алматының тауында сөз салыңызшы деп маған. Жоқ деймін. Сөз салмаймын, уақыт қазір бізде тығыз, шаруалар көп, ана жаққа ұшу керекпіз деп бүкіл аждан алып тастағанмын. Ол күтпейді вообще менен сөз салудың. Вообще ой жоқ ода, тым даже не жоқ та. Без шансты айта берейін, сөз салмаймын деп. Өзім пландап қойғанмын ғой жақта, бізде тур через Стамбул болатын ғой еще. Менің ойлауым бойынша Босфорда, там Осттың қасында сөз саламын деп ойлағанмын мен. Бірінші турымыз через Стамбул болатын. Одан кейін ауысып кетті да, Стамбул соңында болды. Сразу біз Жиддаға ұштық, одан кейін Медина Мүкәррамға бардық. Сөйтіп Мединадағы 3-ші күні ма, жаңа 3-4-ші деген Меккеде жүрдік уже. 1 тамыз ба екен, 2 тамыз ба екен, ұмытып тұрмын қазір. Отрежьте, пожалуйста, әйелім көріп қоймасын деп. Неғып датаны ұмытып қалдым дейтін басталатын бар ғой. 1 тамыз ба екен, 1-2 тамыздың аралығында жаңағы түнгі сағат 11-де сөз салдым да кәдімгідей. Оның алдында 2-3 сағатта кәдімгі ұстаздан сұраймын, ұстаз, Мединада бір керемет андай природа тау бар ма деймін да, сөз салатын. Түнгі уақыт қой. Маған қайдағы тау дейді ма түнгі уақытта. Білмеймін, андай бір пейзаж бар ма деймін да, жаңағыдай природа бір. Мүмкін там море, закатпен бір нәрсе ұйымдастырып жүруге болатын шығар деп айтамын. Жоқ дейді, Арбат бар дейді. Немесе қалай саған осындай вариант деп, біз мешіттің қасында тұрмыз да, ана жақта шатер ма, аты қалай еді, ашылып жабылатын Медина ашылып шатыр бар, зонттар тұр, өте әдемі да, ана жақта көрініс. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның күмбезі бар ана жақта. И өте көп именно рухани жағын айтатын болсақ, потолок жер да, кәдімгідей, машаллах, өте керемет. Айтады маған, давай сол жерде салып көрсең қалай болады дейді. О, давайте деймін. Бірақ сақина жоқ менде. Уже пландап қойған, бірақ сақина жоқ та, ақша теңге ыңғай келмей қалды да. Так, Каспи ашам, 15 мың 61 теңге осындай бар, короче, менде. 15 мың теңге сақина алу керек. Окей деймін. Кешкі сағат 8:41 таспих намаз оқып алғанбыз. Барамын да, сақина іздеймін жерден. Көрем, маған бір анақта алтын предлагать еді, бриллиант предлагать еді. Айтамын сразу, рахмет. Маған бір арзанырақ бар ма деймін да. Менде осынша ақша бар деймін. Сөйтіп көрсетіп бір уақытта бір керемет күміс, бриллиантқа ұқсайтын күміс болды да, сақина. Все, соны аламын деймін. Қасымда жаңағы әйелімнің ағасы тұр кәдімгі. Екеуміз бірге таңдап жүрміз. Алам 14.960 теңге шығарып беремін. Чуть-чуть 0 теңге кәдімгідей. Қуанамын, алам, сөйтіп дайындаламыз, әйелім білмейді әлі. Қазір примерно 11-лерде бір жаққа барып келеміз деймін. Все хорошо дейді. Қасымызда бейбар ұстаз бар, ағасы бар, басқа кісілер бар. Сөйтіп кетіп бара жатырмыз, анау білмейді әлі де. Бір уақытта мешіттің қасына тоқтаймыз. Сосын айтады, ал енді құрметті біздің қажыларымыз деп бастайды да, имам сөз береді. Ақжол қажы, өзіңіз ойыңызды пікіріңізді білдірсеңіз, қалай өтіп жатыр сіздің күндеріңіз деп. Бірақ сценарий екен, дайындалып алғанбыз ана жерде. Тұрамын да, аса қамқор ерекше мейірімді бастаймын деп дұға айтып, одан кейін Әл-Фердаусқа дейінгі тамадым, болашақ жарым, бірге партнерім боласыз ба деп, кәдімгі қалтамнан тақшаны алып шығамын да, бірге айтамын. Анау көзі кәдімгідей көзі банк аузын ашқан ана жерде в шоке да, қалай деп, вообще күтпеген ғой, сөз салатынын күтпеген, қазір вообще тем более күтпеген. Анаған қарап мен өзім бүйтіп біртүрлі болып па, жүрегім дүрсілдеп бір андай керемет сезім да, кәдімгідей. Машаллах деп. Енді көріп отқан бойдақ қыздарға айтқым келетін барлықтарыңызға Ақжол мырза сияқты ер адам бұйырсын. Ал барша көріп отқан ер адамдар болашақ жарларыңызға Ақжол мырза сияқты ұсыныс жасаңыздар деп айтқым келеді. Енді осы тұста жаңағы айтып жатырмық қой, қасиетті Мекке, Медина қаласында сапарлар өте ерекше сапарлар депші. Осы тұста барған адамдарға енді түсінікті. Сіз тоже компаниямен бардыңыз, қызмет саяхатпен бардыңыз. Сіз де тоже қызмет саяхатта жетекші ретінде бардыңыз. Мен тоже компаниямен бардым алғашқы сапарыма. Енді осы тұста сіз жетекші ретінде, сіз компаниямен барған адам ретінде өз ойларыңызды
айта кетсек, компаниямен барған қаншалықты маңызды, жетекшімен барған қаншалықты маңызды, қазір енді своим ходом дегендер шығып жатыр ғой. Алғашқы барған адамға қайсы вариант дұрыс негізі? Мысалы, бірінші айта кетейік, компаниямен барған, қажыр ретін айтыңызшы, қаншалықты маңызды алғаш рет барған кезде? Алғаш рет барған кезде, егер де білім ештеңе жоқ болса, қалай барып орындалады деген 100 емес, 1000% железо компаниямен сөзбен барған абзал болады деп өз пікірім. Себебі, мысалы, мен барған кезде мен былай ештеңе білген жоқпын, қалай істелінетінін, талап қалай істелінетінін, омыраның ішіне не кіреді, договор қандай деген сияқты. Егер де ұстаздар компания болмаса, өте қиын болар еді жағдай. Ал ұстаздарға Алла разы болсын, даже біз қиындық болған сәттің өзінде қажуға ұшпай тұрып, өте үлкен қолдау көрсетті да ұстаздар. Айбек ұстаз, компания директоры айтты маған, уайымдамаңыз, сіз қажылыққа баруға ниеттенген сәттен бастап, Алланың қонағы қажы болып есептелесіз дейді кәдімгідей. Маған оны июльда бармай тұрып бір 14 күн айтқан болатын. Сол сөзі өте қатты әсер етіп кетті. Сол сөзінен кейін жақта жаңағыдай тәуекелім, ихсан деңгейі, сенім деңгейі өте қатты өсіп, барып, барған күннің өзінде бізбен ұстаздар күнде бізбен бірге жүретін кәдімгідей. Группаға жатыр ұстаздар, қазір біз умра істейін деп жатырмыз, кім бізбен бірге барады деп. Мен шокимын. Мен естігенмін ғой, басқа компанияға барған кезде бірінші ретте бірге жүреді, одан кейін әркім өз что хочет, әркім өз жасайды екен. А мен ана көрген кезде бір ерекше ықылас, ерекше сезім, бір ерекше махаббат пайда болды кәдімгідей. Үлкен рахмет деп. Ана компания құшақтап тұрған сияқты болды да сен кәдімгідей. Қызмет саяхат компаниясының өзінің ұраны бар ғой, қажыға қызмет біз үшін құрмет деген секілді. Өте керемет. Түсінікті, керемет. Енді Асылбек мырза, сіз жетекші ретінде қажыларды алып барып жүрсіз, тұста бір жетекші ретінде көзқарасыңызды айтсаңыз, группамен бару? Жалпы негізі группамен, компаниямен, әсіресе алғашқы барып жатқан кісілер үшін өте маңызды. Өйткені біз қажылық немесе умраға әрдайым барып жатырған бір құлшылық болмағаннан кейін өзіндік жасалатын жаңағы рәсімдері бар, өзіндік шарттары бар, оның барлығын толықтай жасап шығу ол өте маңызды. Сол үшін алғашқы бар жатқан кісілер енді барлығын бұны жаттап мүмкін емес дұғалардың барын, даже апарып жүрген жетекші ұстаздардың өзі дұғалардың барлығын жаңа тауап жасап жүрген кезде жатқа білмеуі де мүмкін. Сол секілді біраз дүние бар. Сол үшін әрине компаниямен барған тиімдірек, жақсырақ, өйткені еш уайым болмайды. Жеке өзі барып келген қажыларды да көрдік. Барып келгеннен кейін қайтадан компания келіп жатыр. Неге десе, адам уайымға түсіп кетеді, жаңағы былайша айтқан кезде жаңағы ұйымдастыру барысында, тамағым не болады екен, жаңа намаз оқып тұрып сен өзің толықтай бере алмайсың да, жаңа қонақ үйің дұрыс болса жарайды, қонақ үйін заранее бронировать етіп қою мүмкінсің. Бірақ кейбір қонақ үйлер жаңа тамақсыз болады, тек қана таңғы ас болады, бірақ кешкі ас болмайды деген сияқты, кейбіреулер еш тамақсыз болады. Сол кезде жаңағы жүресің уайымға салынып, өзіңді толықтай құлшылыққа бере алмай қаласың деп жатады жалпы қажылар. Одан кейінгі жаңағы авиакомпаниялар, қажылық компаниялар авиабилет алған кезінде, мысалы бару Мекке болатын болса, қайту Мединадан болатындай қылдырып сөйтіп алады. Ал егер сен өзің билеттеріңді системадан алған кезде не істейміз? Жаңағы туда и обратно билет аламыз. Яғни барғанда да Медина, қайтқанда да Медина болатын автомат түрде. Ал екеуін жеке-жеке алатын болсақ, қымбатқа түсіп кетеді. Сол үшін не істейміз? Мысалы, алғашқы күні Мәдинаға барады, ол кісілер Меккеге барып умрасын жасап, қайтадан Мединаға келу керек болады, самолетта ұшу керек деген секілді тиімсіз нелер бар, қолайсыз жайттар бар. Сонымен басқа көп қатып кетеді жаңағы. Сонымен қатар қаражат жағына тоқталатын болсақ, ол экономдай деп ойлауы мүмкін, бірақ тамақ жағы жаңағы қонақ үйде тамақ болмаса, кафелерден, сол жақта ресторандардан анда-мындан тамақ ішуге тура келеді. Ол айналып келген кезінде, жаңа сонымен қатар умра, қосымша умра жасағысы келетін болса, экскурсия, зиярат, такси, есептеп келген кезінде бірдей ақша шығады ғой. Есептеп келгенде бірдей ақша. Жалпы қажылардың, өзі барып келген қажылардың көбінесе айтқан әңгімесі осы жалпы. Шынымен де айта аламын енді. Екіге қазір бөлініп жатыр ғой. Компаниямен бару, өзің бару деген секілді. Шынымен де компаниямен бардық қой енді алғаш рет. Енді алғашқы адам оңай маған да сөйтіп кеңес берді. Егер бірінші рет барайын деп жатсаң, досым сен компаниямен бар деді да маған. Мен бірден солай шешім қабылдадым, компаниямен бардым. Шынымен де компаниямен барғанның артықшылықтары, қандай дұға айтатындығын, қай жерде қандай әрекеттер жасалу керектігі, Меккеде Қағбаны айналған кезде бүкіл шарттарды сен қайталайсың да. Ал сол жерде жалғыз бөлек келіп жатқан адамдардан да кері пікірін естісем, ол жақта көбінесе уже 10 жыл, 15 жыл барып жүргендерге ол қолайлы екен, своим ходом. Сондай ой келді. Шынымен де қарап отырсаң, компаниясыз баратын болсаң, ана жақта жүріп тұрсың, тамағың, билеттерің барлығын қосатын болсаң, былай қаласаң
ұтылып қалады екенсің да не жағынан. Сол үшін енді көріп отқан көрермендерге шынымен алғаш барайын деп отқан көрермендерге кеңес берейік. Ол кісілер егер алғаш рет барайын деп жатса, онда міндетті түрде компанияны таңдаса, ол сөзсіз еш жағынан ұтылмайды деп айта аламыз. Әрине. Даже қоса кетсем, жаңағы біз барған кездің өзінде группадағылар болды, айтты да, мен алғаш рет барған кезде өзім барған болатынмын, қазір компанияны барып тұрмын сіздермен, и мен бірінші рет как будто бармаған сияқты болдым дейді да. Оқыған дұғалары бар, жаңағыдай қажылыққа барып ниеттеген сәттен бастап Қазақстан келгенге дейінгі бүкіл маршрутының барлығы дұрыс болды ма екен, мен дұғаны дұрыс оқыдым ба, даже кириллицамен оқыған кезде қателік жібереді ғой көбінесе араб тілін оқыған кезде. Бүкіл жаңағы маршрут отельден бастап бүкіл андай как будто мен қажылық істемеген сияқты жай келдім кеттім деген сезімдер айтты да адамдар жаңағыдай. Ана естіген кезде машаллах я рабби, бірінші рет компанияға барғаныма шүкір деп кәдімгідей шүкір дегенге өсетті қатты. Кейбір турагентстволар бар, мысалы жаңағыдай пакетті полный сатпайды, тек қана жаңағы бағасында бір жағынан арзанырақ болу үшін деп па, тек қана жаңағы қонақ үй және авиабилет визасын сататын деген секілді ондайлармен де барып келген қажылар да бар. Көбінесе жаңа алғашқы барған кісілер не істерін білмейді, жетекші болмайды, қонақ үйде жатып қайтып келеді да, былайша айтқан кезінде. Шығайын десе программаны білмейді. Программаны білмейді, қайда барарын білмейді. Несе жаңа сізден әңгімеңізден шығып жатырмын ғой, сол көп нәрсені білмей өткізіп алуы мүмкін да. Адам өмірінде бір рет бара жатыр, қайтып барып бармауы екіталай, белгісіз да. Сол үшін өте бұл маңызды бір сапар, маңызды бір құлшылық. Сол үшін бұл ең жоғары деңгейде, ең сапалы деңгейде болғаны жақсы ғой жалпы әр адам үшін. Енді мен сенімдімін, бізді подкастты көріп отқан оқырмандар бар ғой, солардың арасында Алла қаласа омраға барып енді ниет етіп отқандар көріп отырады ғой. Солар енді бұйыртса сол кісілерге нәсіп етсін, қасиетті мекенді барып көздерімен көру. Енді соларға бір кеңес ретінде бір айта кетсек, қасиетті енді Мекке, Медина қаласында болдыңыз, оның ішінде сіз жетекші ретінде көп рет болдыңыз ғой. Сол кісілерге Мекке қаласында, Медина қаласында мүмкіндігінше көбірек сауап алып кету үшін қандай амалдар жасаған дұрыс? Біреулер айтады, бәдәл умрасын жаса дейді, біреулер айтады, о жақта жүргеннен кейін барып қосымша барып тауап жасай бер дейді, истихбар көбірек айт, Құран қой дейді. Сол секілді қандай бір кеңестер айта аламыз? Енді бір рет барып келгеніміз бар, бірнеше рет барып келгендеріміз бар. Енді барайын деп отқан адам бірден дайындалып, сол список дайындап барса, барғаннан кейін ол кісілер максимум бір рухани жағынан, сауап жағынан да мол қайтатындай бір кеңес айта кетсек. Пайғамбарымыз айтады ғой, кімде-кім 3 умра жасаса, оған бір үлкен қажылықтың сауабы беріледі деген. Сол бар. Сонымен қатар пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам көз тірісінде жалпы нақты 3 рет умра жасаған, 3 түрлі миқат аймағынан былайша айтқан кезінде сол тәртіппен, сол үрдіспен жаңа біз көбінесе компания ретінде алғашқы барған күні жасалатын бір умра бар. Сонымен қатар екінші умраны Мекке Мүкәррамада жаңа 5 шақырым арқашықтықта орналасқан Танаим мешіті, Айша анамыз мешіті деп айтады. Сол жерде Меккенің былайша айтқан шекарасы миқат. Сол жерден ниет етіп, қаласа өзінің ниетіне, қаласа жаңағы дүниеден қайтып кеткен кісі ата-анасының ниетіне умра жасаса болады. Бұл екінші умрасы. Сонымен қатар үшінші миқат аймағы бар. Ол 15 шақырым жерде орналасқан Жиғрани деген жер бар. Әрине ол жердің өзіндік оқиғалар болған, жаңа пайғамбарымыздың кезінде оның бәрін тереңдеп кірмей қояйық. Сол жерде тағы да умраға ниет етіп, ихрамға ниет етіп, сол жерден үшінші умраны жасауға болады жалпы. Жалпы 3 умраның сыртында енді Мекке Мүкәррамада жасалатын құлшылықтар өзі көбінесе 10 күнге барады ғой. 10 күн деген өтеді де кетеді. Өте жылдан көз ашып жұмғанша. Сол үшін қолдан келгенше, енді біз о жаққа демалуға бармайды ғой қажылар. Құлшылық үшін барады. Және де бағана айтып отырмыз, Мекке Мүкәррамада оқылған әрбір намаздың сауабы 100 000 есе көбейтіліп беріледі. Ондай сауапты дүниенің ешбір жерінен ала алмаймыз. Ондай бір қолымызда үлкен бір мүмкіншілік. Ана жаққа барғанда қоржынымызды, сауап қоржынымызды толтырып келу үшін қолымыздан келгенше жаңа құлшылық жасағанымыз жақсырақ болады. Енді ұзақтан келген кісілер үшін біз айтып отырмыз, умраны итакта жасатамыз. Оның сыртында не істеуге болады? Каба-и Муаззаманы тауаф етуге болады. Ұзақтан келген кісілер үшін абзал болған көп тауаф жасау дейді. Жалпы Мекке Мүкәррамада 120 жақсылық берілетіндігі жайында айтылады. Оның 60-ы Каба-и Муаззаманы тауаф еткендер үшін, 40-ы Әл-Харам мешітінде намаз оқығандар үшін. Бұл жерде барлық намаз кіреді. Және де жамағатпен оқылған намаз 27 есе көбейтіліп беріледі. 100 000 27 ойлай беріңіз сауабы жағынан. Намаздардың да түрі бар ғой, жаңағы 5 уақыт намазды итакта оқисыз жамағатпен. Оның сыртында қаза намаздар бар көптеген, қосымша нәпіл намаздары бар, тахаджуд намаз деген секілді. Қолынан келгенше жаңағы 120 жақсылықтың 40-ы намаз оқыған кісілер үшін беріледі. Және де 20-сы
әл харамға кағба муаззаманы тамашалап қарап отырғандар үшін беріледі. Жалпы үш нәрсеге қарау сауап дейді ғой. Біріншісі жаңағы кағба муаззамаға қарау, екіншісі түсінбесек те Құран кәрімді оқи алмасақ та Құран кәрімді ашып қарау, ол сауапты бір іс. Үшіншісі ата-ананың баласын ата-анасына махаббатпен, сүйіспеншілікпен қарау да бір сауапты бір іс болып саналады. Сол секілді құлшылықтар жасауға болады. Мысалы, тауап жасады, шаршады, бір ыңғайлы бір жерге тұрып алсын, жаңағы намаздарын оқысын, қосымша нәпіл намаздарын оқысын. Одан шаршады, ана жерде зәмзәм суы бар, зәмзәм суын алып ыңғайлы бір жерге отырып кағба муаззаманы тамашалап отырған оның өзі сауапты бір іс. Сонымен қатар ана жаққа барған кезінде көресіздер, адамдар зыр жүгіріп сауап жинап жүреді. Қарап отырсаңыз, бір адамдар ана жерде зәмзәм тұр, ана жерде ағып жатыр. Стаканмен алып ана жерде тауап жасап жатқан кісілерге зәмзәм таратып жүреді. Кейбіреулер жаңағы құрма таратып жатады, ана жерде. Кейбіреулер жаңағы терлеген адамдар терін сүртін деп салфетка таратып жүретіндер бар. Сол секілді көп ол жерде жасаймын деген адамға сауаптың түрі көп. Қолынан келгенше жаңағы айтқаным секілді намазын көп тауап жасасын, көп намаз оқысын. Сонымен қатар басқа да көп жаңағы садақа берсін деген секілді көптеген жасалатын амалдар көп шыны керек болса. Оның ішінде айтқымыз келетіні міндетті түрде компаниямен барып, оның ішінде программасы бар компаниямен барса, әрине ол жерде барлық қасиетті жерлерін толықтай аралап көруді және де жасалу керек болған құлшылықтардың бәрін бірге соның ішіне қамтиды жалпы. Неге 10 күндік? Өйткені жаңағы жасалатын умралар, басқа да зиярат, экскурсия программаларын бәрін қамтитын болғаннан кейін көбінесе 10 күндік ұйымдастырылып жатады. Әрине сонымен қатар қазіргі соңғы уақытта тренд десе де болады, жаңағы Құран кәрім алып кағба муаззаманың ішіне, мешіттің ішіне қою деген секілді. Енді оны да мешіттің ішіне кез келген Құран кәрімді қоя бермейді. Ол жерде байқасаңыздар, барған кісілер береді. Барлығы бір түрлі Құран, жасыл Құран, өзінің размері барлығы өлшемі бірдей. Оны сол жердегі Құран кәрім кітап сататын магазиндерден алса болады. Жаңа лил харам деп айтса, мешіт ішіне қоюға деп, олар біледі өзі жаңағы мешітке сыйлық деген, әл харам мешітіне сыйлық деген секілді өзінің печатын басып береді. Сонымен апарып жаңағындай мешіттің ішіне қойып қоюға болады. Оны өзің білесің, қанша қойсаң енді сауабына қарай. Ал басқа түрлі Құрандарды оларды жалпы шығарып тастайтындығы жөнінде шығарып, енді басқа мешіттерге мүмкін жіберуі мүмкін әл харамнан. Бірақ әрине ол да бір сондай бір сауапты бір істерден десек те болады қазіргі. Басқа оқыған Құранды оқу арқылы көп сауап келеді ғой, ана жерде қаншама миллиондаған адам келіп кетіп жатыр әл харамға. Мен айтарым осы еді жалпы. Сіз алып қосарыңыз? Әрине. Пайда болса қуанамыз. Мен алып қосқым келгені, біріншісі физика тұрғысынан, егер де мүмкіндік болса, онда қажылыққа дейінгі, қажылықтағы жаңағыдай ең көп амал етуі физикаға байланысты ғой. Тәннің егер шыдаса, энергия болса, энергияң жетсе, онда көбірек құлшылық етуге дайынсың. Ал егер шаршап тұрсаң, онда намаз оқи алмайсың, ештеңе істей алмай қаласың деп. Сол тұрғыда айтқым келіп тұр қазір, егер де мүмкіндік болса, онда қажылыққа дейін жаңа пландап қойған мөлшерлі 10 күн, 7 күн ба, оған дейін ұйқыны қандырып, дұрыс тамақтанып, дұрыс жаңағы физика жаттығуға шұғылданып, энергияны көтеріп алу максимально сколько это возможно. Жаңа барған күннің өзінде қуаттанып дайындалып бару мәселесін. Ол кезде жаңағыдай 10 күндік сапарымыз Алла тағала ерекше рухани аура күш қуат береді ғой. Оған қосымша именно біздің амалымыз ретінде жаңағы физикалық тұрғыдан дайындалу. Одан кейін менталдық тұрғыдан как можно барынша жұмыстардың бәрін реттестіріп, чтобы барған кезде ешқандай басқа уайым болмайтында, басқа жұмыстар әрекет етпейтіндей. Өйткені байқадым, кейбір адамдар қажылыққа барды, жұмыста звондап жатыр, аяқтың шешу керек, ананы шешу керек, ойының барлығы құлшылық, тауап істеу, қажылық істеу емес, мына ар жақта қалып қалған жұмыстардың бәрін шешу болды да көбінесе. Эмоциональный уайымдар болды, андай уайымдар болды. И вот маған андай мәселесі маңызды жаңағыдай өте көп түрлер бар, именно қалай сауап көбірек жинауға болатынын. Сауап жинау әрекетке байланысты, жаңағы әрекет ету бойымыздағы жаңағыдай денсаулықтың шыдауына, күш қуаттың жетуіне байланысты. И мен көрерменге айтқым келіп тұр, егер де мүмкіндік болатын болса, онда жаңағыдай физикалық менталдық тұрғыдан алдын ала дайындалып алу. Қажылыққа дейін, чтобы қажылыққа барған кезде энергичный болып, заряженный болып, иншалла көбірек амал етіп, көбірек сауап ететіндей. Міндетті түрде ол жаққа барғаннан кейін көбірек сауап жинау үшін ол енді физикалық тұрғыда да дайын болу керек деп ойлаймын. Түсінікті, енді екеуіңіз барынша көріп отқан көрермендерге барған кезде қандай әрекеттер жасау керек, нелер жасау керек екенін түсіндіре алдық. Енді мына бір сұрақты қойғым келіп тұр. Енді Аллахтың қалауымен 10 күн зыр етіп өте шықты. Енді өзімде умрадан қайтып бара жатқан кезде мынандай өкініш болды да. Тағы да келсем екен ғой деген секілді, одан бөлек бір толықтай құлшылық жасай алмаған секілді сезім болды да. Әлі күнге дейін жүрегім сол жаққа тартып тұрады. Сіздер де бірінші умрадан қайтып бара жатқан кезде бір сондай сезімдерді бастарыңыздан кешірдіңіздер ме? Әрине, ол болады ғой. Жалпы барлық адам өкінеді дейді ғой. Жаңағы жұмаққа келген адамдар да өкінетіндігі жайды айтады. Неге? Өйткені тағы да көп құлшылық жасасам,
тағы да жоғары қабаттағы жаңағы жоғарғы дәрежедегі жұмаққа кірер едім деген секілді адамда өкініш болады. Сол секілді әрине ол Мекке Мүкәррамадан, умрадан, қажылықтан қайтып келе жатқан кезінде барлығымызда сондай өкініш бар. Тағы да көп құлшылық жасаса едім, тағы да көп ғибадат жаңағы немен шұғылданып, қолымнан келгенше тағы да көп сауап жинаса едім деген секілді ол өкініш әрдайым болады. Түсінікті, керемет. Сізде? Әрине, прям көз алдымда қазір қайтадан Сағынышым елестеп кетті ғой кәдімгідей. Әсіресе Мединаны қатты сағынды, Медина қаласын өте қатты, сондай әлі күнге дейін есіме алсам бітті, сразу қатты барғым келеді. Меккеге қайтып бара жатқан кезде де қабатон тағы да бір рет көрсем екен деген бір дұға бар. Ана жақта көз жасы керемет, кәдімгідей қайта оралғың келеді, өте қатты сағынасың. Андай адамға деген сағыныш болады ғой, өте жақсы адамға деген сағыныш. Ол сағыныш мынаның қасында тіктеймен сезілмей қалады. Ана бар ғой, бармаған адам бір рет сағынады, барған адам екі рет сағынады деген секілді. Барып ана жақты көріп, сезініп, дәмін алғаннан кейін аңсап тұрады. Кейбір қажылар бар, жыл сайын барады. Жаңағы апаларымыз бар, пенсиясын жинап, жаңағы умраға деп дайындап отырады да, жыл сайын барады. Әрине оны кейбір адамдар болады, түсінбейді, неге бара береді деген секілді. Бірақ ана жақтағы алатын сезім өте бөлек. Ана жақта сағыныш, жүрек аңсап тұрады ғой ана жақтағы бір нені. Өте керемет сезім. Әдемі күшті сезім. Я сөзбен айтып жеткізе алмайтындай сезім. Енді мен соңғы уақытта достарым арасында енді жиі естимін да, жаңа айтып жатамын ғой, Алланың қасиетті мекеніне ниет етсе, барып қайтса десем, көбісінде келетін бір айтатыны мынау да, алғаш мен ата-анамды жібергім келеді умраға дейді да. И білмеймін, менде мынандай ой болды. Аллах тағалаға ниет етіп көрейін, егер мен барып сол жақты сезініп көрсем, сол сезімді көргеннен кейін барып андай бір ой болды да, ата-анамды осы жерге көру үшін мен бүкіл әрекет жасаймын деген секілді, бірінші барып сезініп көріп алайын деген секілді. Ал мен ойлаймын, егер ол өзі барып сол қасиетті мекеннің рухани байлығын сезініп көрмесе, қазіргідей тек ойлап қана жүре бере ме деген секілді ой болды да. И бірден сол жаққа барып келгеннен кейін мен түсіндім, мен мұнда ата-анамды жіберу керек деген секілді. Сіздерде бір сондай сезім болды ма алғашқы умра сапарынан кейін? Әрине болды. Андай мәселе есіңізде ма? Мысалы самолет қойған кезде ең бірінші ана өзіне тағады, кейін баласына тағады ғой. Тура сол есімен жаңа ести түсті. Сіз сұрақ қойған кезде пока мен өзім барып сезініп көрмейінше ата-анама оны идеяны сату мәселесі ғой, тоже жіберуден бөлек идеяны сату. Барсаңыздаршы десең, онда жарайды, балам, барам бір күні да. Егер ана жаққа барып келіп ата-анаңа әсерімен бөліскен кезде ата-ананың тоже көзі жанып кетер ме еді мүмкін. Алла тағала жүректен хидаят беріп. И андай мәселе болды да, өзім барған кезде видеолармен, суреттермен атамен бөлісіп отырдым. Анашым сразу же балам келесі жылы қажылыққа барайық деп, өзі инстинкт танып тұрды жаңағы барғаннан кейін. И барған кезде ол кісілерге де дұға айтып, Алла тағала мүмкіндік бере көрші деп. И то есть бірінші өзім барып алғаннан кейін оларға идеяны ұсыну да, сату да, әрекет ету де, дұға ету де жеңілірек болды намного. И плюс, егер де мен мысалы ата-анама комфорт қалайтын болсам, мен бармайынша, білмейінше комфортты оларға мүмкін бере алмайтын едім екен да, мен себепкерлік етіп. Қайсы дұрыс екенін, қай жақта там қателіктер мүмкін бар ма екен деген сияқты. Барып келдім, енді біліп тұрмын да, мына жақта мынаны істемеу керек, мына жақта там арзанырақ вариант бар, мына жақта мынандай вариант бар деген барып келесің да, одан кейін гид боласың. Иә, кәдімгідей на компанияға барған кезде уже сынавасың да, мысалы белгілі бір мәселелерді. Сол тараптан бір өзім бар кейін шүкір кетемін да кәдімгідей. Керемет. Енді бұл әңгімені не үшін қозғап отырмын? Мына нәрсені айтқым келеді. Енді қазіргі нарықта қызмет саяхат компаниясы именно ата-аналарға, үлкен жастағы кісілерге қызмет көрсету жағынан енді ең алдыңғы қатарлы компания екенін басқалар да мойындайды, өзіміз де іште қызмет етіп жатқанын білеміз ғой. Сол үшін енді қазір осы жерде сіз қажы ретінде барып келдіңіз, сіз жетекші ретінде барып келдіңіз. Осы тұста бір айтайықшы көрермендерге, қызмет саяхат компаниясы қандай қызмет ұсына алады, әсіресе үлкен кісілерге? Осы жайлы бір айта кетсек, сіз бірінші қажы ретінде айта кетсеңіз, бізбен барып келдіңіз ғой, үлкен кісілерге қандай сервис көрсете аламыз, біздің артықшылықтар жайлы не ойыңызды айта кетсеңіз. Ең біріншісі жаңағы ұстаздардың ерекше ықыласы, ерекше ілтипаты, ерекше құрметі сезілді маған. Жас кіші болсын, жас үлкен болсын, особенно именно қарт кісілерге ұстаздар ерекше махаббатпен, бір үлкен құрметпен, заботамен башқан кезде ықылас біліп тұрды кәдімгідей ұстаздарға от и до ненің қалай екенін, қайда бару керек екенін, қалай істеу керек екенін әр этаптарда. Отель болсын, трансфер болсын, тауаф болсын, қажылықта болсын, кез келген жерде ненің қалай істеу керек екенін барлығын көрсетіп, бірге жүріп, қадағалап, артта қалып қалған апаларға тоже бас көз болып, апалар күтіп, кәдімгідей бір сервистің ерекше батау деңгейі болды да, үлкен кісілерге деген, соны көргенім ерекше көз басым. Апаларды естіп жаттым, мысалы қасымда апалар көп, 4-5 апа болды ғой, қайтыспесем. Сол айтты, мен алдыңғы жылы ана компанияға барған едім, біз там қалып қалдық, екіншісін өзіміз істедік, қиналып қалдық, білмей қалдық, дұрыс істемей қалдық дегендей. Мына жерде кәдімгідей апалардың көздері сіздерге прям махаббатпен қарап тұрған жақта, көзін көрсең мөлдіреген көздерін, ана жерде романтика кәдімгідей бар, екі жақтан да ықылас құрмет бар жерде, ол жақта уже бал қауымдары тоже иншалла керемет болады.
соны кәдімгідей сезіндім да, ұстаздардың да құрметін, апалардың да құрметін, ерекше ықыласын. Сіз айта кетсеңіз, қандай ұсыныстар бере аламыз біз болашақ қажыларға қызмет саяхаттан? Жалпы енді бағана айтқаным секілді елімізден барып жатқан қажылардың көбісі үлкен жастағы кісілер. Біз үшін компания ретінде әрбір қажы өте маңызды, ол жасына, кәрісіне қарамай. Алайда біз ұйымдастыратын бағдарламаларымыздың барлығын және тауап жасап жүрген кезінде, умра жасап жүрген кезіндегі программалардың барлығын ең әлсіз, ең баяу кісіге қарай жасауға тырысамыз, чтобы ол да, ең соңғы адам, ол адамда жаңа пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, жаңа кімде-кім өзіне қалаған нәрсені мұсылман бауырына қаламағанша толық кәміл мұсылман болмайды деген секілді жалпы естулеріңіз бар шығар. Сол үшін біз ол адамның жақсы түсініп тұрмыз. Жаңа қаншама жыл мүмкін қаражатын жинап, жаңа күйін сатып, жаңа көлігін сатып бар жатқан секілді, жаңа айтқаным секілді қайтып барып келіп келмеу о жаққа белгісіз болғаннан кейін біз оларға ең жоғарғы түрде, ең жақсы бір деңгейде қызмет беруге тырысамыз. Сол үшін біз жаңа пакеттерді ұйымдастырған кезінде ішіне барлығын қарастырып қоямыз, чтобы қажыны әуреге салмайтындай, қиналып қалмайтындай, жаңа трансфер жағынан, ұйымдастыру жағынан жетекші 25-30 адамға бір жетекші береміз. Одан көп болып жатқан жағдайда тағы да қосымша жәрдемші береміз. Сонымен қатар бізде кәдімгі үлкен команда бар. Мекке Мүкәррама, Мәдина Мұнавварада да сол жақта біздің қызметкерлер бар. Жаңағы келген қажыларды, умрашыларды күтіп алып, ұйымдастырып, жаңағы қонақ үйдің жауаптысы бар, тіпті қонақ үйдің кезекшісі бар. Мысалы 24 сағат түнгі уақыттарда бір жағдайлар болып қалған кезде дереу жәрдемші бола алатындай деген секілді. Сол үшін барлық ниет етіп жатқан, ата-анасын жібергісі келіп жатқан кісілерге айтарым, еш уайымдамаңыздар. Және де компанияда кеше ашылған компания емес, Қазақстан нарығында жалпы 17 жылдық тәжірибесі бар. Еш уайымдамай жіберсеңіздер болады. Біз ата-анаңызға жоғарғы деңгейде қызмет беріп, барлық құлшылықтарын орындап, аман-есен келуге иншалла кепілдігін береміз. Машалла, керемет. Енді бұл қызмет саяхат компаниясында маркетинг бөлімінің басшысы ретінде үнемі нарықтарды қарап, жалпы қажылық сферасын қарап отырамын. Осы тұста енді біздің компанияда атап өткім келетін енді бірнеше артықшылықтарын өзім көре алдым. Ол үлкен кісілерге деген ең алғаш бізге көп келетін кері байланыс ол жетекші ұстаздарымызға. Өте мейіріммен қарайды, заботамен әрқайсысына жеке-жеке қарауға тырысады. Оның үстіне үлкен кісілер болған үшін, олар үшін ең маңызды нәрсе бірінші внимание, оларға көңіл бөлу, уақыт беру деген секілді. Одан да бөлек артықшылықтар жаңа айтып кеткеніміздей біздің о жақта енді 30-дан астам персоналымыз бар ғой. Ол бізге бүкіл процесті жеңілдету үшін қажыларға толықтай сервис көрсетіп, иман рухани жағынан кәміл дамып келу үшін үлкен үлес қосады. Оның ішінде айтқым келетін қонақ үйлері өте жақын орналасқан, Қағбаға да, Медина қаласындағы Пайғамбар Саллаллаху мешітіне де, тағы да атап айтқым келетін енді өте көп. Соны түйіндейтін тағы бір мәселе ол біздің қонақ үйлерде өзіміздің поварларымыз бар екендігі ерекше айтып өткіміз келеді. Ол яғни Азиядан барған адамдарға бәрібір ар жақта климат өзгерткеннен кейін барып ол жақтың тамағы бізге кішкене жақпай қалуы мүмкін да. Ал ол тамақ жақпағаннан кейін жаңағы айтып отқандай физический күш болмайды. Физический күш болмағаннан кейін құлшылыққа ой бөлінеді. Ал біз соны да қарастырып қою мақсатында өзіміздің қонақ үйлерге өзіміздің аспазшыларды жалдап, ет тағам өнімдері өзіміздің азиаттық тағамдарды қойдық. Онымен ең басты айтқым келетіні ол енді бізде 10 күндік программаны толықтай 100% алып өтуіміз. Енді қандай жағдай болмасын, өйткені бізде жаңа айтқанымыздай бір группаның қасында бір емес бірнеше гидтар болады ғой. Соның арқасында бізге группаны толықтай 10 күн бойы басқара алу, программаларды толық өткізу мүмкіндігі Аллахтың қалауымен бізге кішкене жеңілірек та. Сол үшін енді көріп отқан адамдарға да айтқым келеді. Егер де умраға, қажылыққа ниет етіп жүрген болсаңыздар, ата-аналарыңызды әсіресе жібергілеріңіз келсе, еш уайымдамай қызмет саяхат компаниясымен жібере аласыздар. Енді Ақжол мырза, Асылбек мырза осы тұста енді өзіміздің оқиғаларымызбен, қызықты мәселелерімізбен кішкене уақыттың ішінде көрермендерімізге пайдалы бола алдық деген ойдамын. Енді қорытындылау мақсатында өзіміздің бір тілектерімізді, ойларымызды, кеңестерімізді бір соңғы сөзбен қорытындылап берсек, сонымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Мен сіздермен қоштасқым келмейді. Алдағы уақытта, алдағы шығарылымдарда сіздерді міндетті түрде тағы да күтетін боламын. Иншалла. Бір өзіміздің ойымызды айтып жіберсек. Иншалла. Айтасыз ба өзіңіз? Жоқ, Маған қорытынды ретінде жаңағы айттым ғой, қиындықтар болған кезде Айбек ұстазымыз, Айбек мырза,
компания директоры айтқан бір сөз өте қатты өтіп кетті. Сен қажылыққа ниеттеген сәттен бастап алла тағаланың қонағы қажы есептелесің деген. Сол себепті ерекше ықыласпен бір ілтипатпен ниет етіп дұға тауып айтсақ, иншалла алла тағала нәсіп етеді деген сенім. Поэтому әрқайсымызға еш күмәнданбай, қорықпай ниеттенсек, дұға етсек, амал етсек, иншалла нәсіп болады, бұйырады деген сенімдеміз, дұғадамыз иншалла. Мен де сізге қосылғым келеді. Жалпы ниет қой, қазір андай ғой, бара алмайтын адам жоқ, барғысы келмейтін адам бар дейді. Иә, сол секілді ең басты ниетін қойып, мақсат алдыға қойса, Аллах тағала міндетті түрде нәсіп етеді. Оны тіпті қаражатта маңызды емес. Өйткені мен көп байқадым осы салада жүргеннен кейін, кейбір кісілер жаңағы еш қаражаты болмаған кезінде, еш күтпеген жерде жаңағыдай бір мысалы айтайын, бір мешіт қызметкері болды. Бір көкеміз сол мешіттің тазалығын жасап жүретін. Жаңағы мешіттің жамағаты өзі жиналып, ол кісіні мысалы умраға жіберген кездері болды. Жаңағы еш ойламаған жерде, күтпеген жерде. Сол үшін ең бастысы адам өзін ниет қойып, алдыға умраға, қажылыққа барам дегеннен кейін, иншалла Аллах тағаланың жәрдемі болады. Еш күтпеген жерде. Иә, тек қана дұға және ниет болмаңызды. Сол үшін ниет етіңіздер. Аллах тағала баршаларыңызға тілерім, Аллах тағала умраға, қажылыққа баруды нәсіп етсін, иншалла. Сол ерекше бір сезімді, иншалла сіздерге де сезінуді Алла нәсіп етсін, иншалла. Амин. Иә, енді осы мен де айтқым келеді. Барша умраға, қажылыққа баруды ниет етіп жүрген кісілер, енді барша мұсылманның жүрегінде ол жаққа бару деген ой бар да. Сол үшін Аллах тағала міндетті түрде көмектеседі. Алғаш жаңа айтқанымыздай ниет, дұға, одан кейінгі әрекет. Осы нәрселерді тоқтатпаңыздар. Алла тағала сенің қалтаңдағы ақшаға қарамайды. Ол сенің ниетіңе, көңіліңнің тазалығына қарайды. Сол үшін де көріп отқан әрбір адамға сол сезімді өмірінде бір рет болса да сезіну бақытын бұйырса екен деген бір дұғам бар. Және де Алла разы болсын. Ақжол мырза, Асылбек мырза келіп, осылай кішігірім ойларыңызбен бөлісіп отқандарыңызға көп-көп рахмет. Жұмыстарыңызға береке, табыс тілеймін. Алла қаласа міндетті түрде тағы да қасиетті мекенге, үлкен қажылыққа бару бақыты бұйырсын. Құрметті көрермендер, осы сұхбатты соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге мың алғыс. Және де айтқым келетіні, осы сұхбатты көре отырып, қандай түйін түйдіңіздер, қандай ой сіздерге келді, сол жайлы төменге пікір жаза кетіңіздер. Ең үздік пікірімізге Қызмет саяхат компаниясының атынан қасиетті мекеннен 3 адамға сыйлық беретін боламыз. Алла тағала өмірлеріңізге береке берсін.